Аға, әріптестер, бүгінгі Zoom сабаққа қош келдіңіздер. Тек қана әріптестер емес, бұл чатта қазіргі таңда Жұмын Групп корпорациясы туралы толық ақпарат аламын деген адамдар болса, тоже қош келдіңіздер. Бүгін сіздер үшін бір өмірлеріңізге қатты өзгеріс алып келетін ақпарат аласыздар. Не үшін? Өйткені мен бұл маркетинг планды осыдан 3 ай бұрын тыңдаған күннен бастап мен өміріме қатты өзгеріс кетті. Неге? Өйткені есептей білген адамға цифр адамды еш уақытта алдамайды. Бұл маркетинг жүйесінің бір сізге ұнайтын бөлімі болады. Білмеймін қай жері ұнайтынын, әйтеуір бір жері сізді дәл қазір осы презентация барысында бір нәрсе сізді іліп алып кетеді. Сосын өздігіңізде бір кеудеңізде бір сұрақ болады. Осыдан бірдеңе шығатын сияқты, осыдан бірдеңе сезіп тұр деген адамның түпсаны танасында мейлі бір түйсігінде ме бір түрткі болады сізде. Сондықтан осы уақытқа дейін маркетинг жүйесімен жұмыс жасап жатқан адамдар болса, жалпы ізденісте жүрген адамдар болса, традиционный методпен прямой эфир арқылы немесе Қытайдан оптом зат алып келіп сатып жүрген адамдардың барлығына бұл күшті платформа, бір сөзбен айтқанда күшті система бұл. Сондықтан сондықтан іске асыратын кез келді, достар. Сондықтан бұл традиционный бизнеспен айналысып жүрген кәсіпкерлерге өте қолайлы. Жалпы өнім сатып жүрген, крем болсын, косметика болсын, бат сатып жүрген бүкіл адамдарға қолайлы жобаның бірі. Енді қазіргі таңда барлығымыз осы Групп корпорациясының арқасында барлығымыздың басымыз бір арнаға тоғысып, бір бизнес тұлпағын илеп жатырмыз ғой. Сондықтан бір-бірімізге себепші болып жатырмыз. Адамның күні адаммен дейді. Сондықтан бұл маркетинг жүйесі маған қай жері ұнады, сонда ерекшелеп түртіп айтып отырады. Өздеріңізде әңгіме барысында түсінесіздер, өздеріңізде сол кезде шешім қабылдайсыздар деп ойлаймын. Енді қараңыздар, 222 адам болған екен. Презентациямызды бастайық. Жұмын Групп корпорациясы осыдан 3 ай бұрын біз барған кезде, ол кезде біз компанияның жұмыс жасап жатқанда 32 жыл болды деп айтып жүрген болатынбыз. Кеше біз Хубей өлкесіне барып келіп, осы компанияның 33 жылдығына толғанына қарай үлкен форум болды, 12 мың адамдық. Жалпы Алматы арена секілді үлкен залда 12 мың адамдық форум болды. Сол кезде біз бұл компанияның үлкен масштабын көрдік, бір сөзбен айтқанда. Ауқымды компания, ауқымды корпорация екенін көзіміз жеткіздік. Осыдан 3 ай бұрын мен маркетинг жүйесін тыңдаған кезде мен таң қалдым. Осы уақытқа дейін одно и то же бинар, одно и то же матчинг, одно и то же матрица көріп жүргеніміз болатын. Классикалық маркетингті тыңдап жүрдік, бірақ командный бонустан, старттан ограничение болатын. 13-ші уровеньға дейін төлейді, максимум 24-ші уровеньға дейін төлейді деген жағдайларды көп естігенбіз. Бірақ бұл маркетингті шектеу жоқ. Бірден айтайын, бұл маркетинг жүйесінде сіздер маржасы ең жоғары үлкен квантовый маркетингті тыңдауға келіп отырсыздар. Потому что компания бірден айтқан болатын бізге. Маркетингқа 84%-ін бөлдім, өзіме 16%-ін алып қалдым деп компания. 16%-ің 10% расходына кетеді, компания 6% таза маржамен өмір сүреді. Енді сол маркетинг жүйесін қазір мен сіздерге көрсету барысында соны дәлелдейтін боламын. Сондықтан жақсылап тыңдап отырыңыздар, сұрақтарыңызды презентациядан кейін қойсаңыздар болады. Енді қараңыздар, Жұмын Групп корпорациясы 32-33 жылдан бері Қытайдың ішінде істеп жатқан үлкен корпорация. Компанияның өзінің 870 гектар жері бар, сол жақта шикізатты өздері егеді және өздерінің лабораторияларында өндіреді. Өздерінің лабораторияларында өсіреді. Осы Хубей өлкесіне біз алдында 220 партнер осы Хубей өлкесіндегі компанияның өзінің талабына, офисына, заводына барлығын барып көрген болатынбыз. Бір күн осы жақта болдық, бір күн Хубейде форумда болдық, бір күн Пекинда болдық деген секілді. Жалпы Қытайда сетевой маркетинг жүйесімен, жүйелі маркетинг жүйесімен жұмыс жасау үшін ол жақта заң қатты. Ол жақта заң шарттары бар. Бірінші шарты мына шикізат өзінің шығу керек, басқа компаниядан, басқа елден сатып алмау керек. Екінші шарты резервный фондта 80 миллион юан ақша тұру керек. Біздікімен санаған кезде 6 миллиард 500 миллион теңге ақша, бұл үлкен сумма. Мен әрдайым айтам, оны неге айтамын? Басқа компанияларда ашатын болсаңыз, бізде мысалы, біздің елде сондай бір компания ашу үшін
бірінші халықты на бумажку тіркейміз де соның жинаған ақшасынан резервный фондқа сайт жасатамыз, одан кейін барып өнімге заказ береміз ғой. Бұл жақта керісінше заң басқаша. Мені осыдан бастап ілген болатын бұл компания. То есть басында осы тақырыпты айтты, менің басында рамка тұрған, сол рамкам сразу ашылды да менде. Тура осы екі нәрсені айтқан кезде мен тура осы бірінші шикізат өзінен шығады, екінші резервный фондта 6 миллиард 500 миллион ақша тұр деген кезде мен сразу бұл компанияға деген маркетинг сразу онда жігерімді, фокусымды бөлдім де. Өйткені басынан бастап тақырып серьезно кетті де, түсіндіңіздер ме? Сіздер дәл осы тақырыпқа келді, сіздерге осы айтылған тема ашылды ма, болды, ары қарай толыққанды ақпарат ашуға өз-өзіңізді ашыңыз, ары қарай сіздер уже толыққанды күмәнмен тұрған сұрақтарыңызға қазір жауап аласыздар. Иә? Мені басынан презентация арбаққан түсіндірген кезде осы екі тақырыптан кейін мен ашылдым ол кісіге. Иә? Енді қараңыздар. Келесі, компанияның основателі, Джимин Групп корпорациясының основателі осы уақытқа дейін атын қайта айтамын, тілім келмейді осы кісіге. Бірақ ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан бизнес, иә. Джимин Групп корпорациясының қазақша мағынасы алтын бәйтерек деген мағынаны береді. Иә. Компания қазіргі таңда 32 жылдың ішінде өз-өзін мойындатқан әлемдік деңгейде сертификаттары бар. Және де бізде Қазақстан еліне, және де Өзбекстан еліне бұл толыққанды заңды түрде сентябрь айында тіркелген EIC, мына бүкіл СНГ бойынша сатуға рұқсат етілген қағаздары. Және де халал сертификатты да ерекше түртіп айту керек, достар, өйткені бұл тек қана мұсылман елі Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстанда сұрамайды, бұл даже Америкада, Германияда да сұрайды халал сертификатты. Сондықтан бұл біздің сатуымызға да продажамыздың үлкейтуіне бірден бір үлесін қосатын үлкен керекті құжаттардың бірі, достар. Сондықтан бұнда презентация барысында тармақ қылып айтқандарыңыз дұрыс. Оны өздеріңізді ескеріп отырсаңыздар болады. Компанияда қазіргі таңда растамашка жасаған 7 өнім бар, бірақ алдағы уақытта компанияның өзінің 33 жылдан бері компанияда тек қана 20 қана өнім бар. Басқа компаниялар секілді бүкіл шығара бермейді. Бұл жақта бір сөзбен айтқанда 90-ға жуық маман адамдары бар, өнімді ученыйлар бар. 20 өнімді 33 жылдың ішінде сапасы ең жоғарғы өнімдерді қазіргі таңда компанияның системасында, компанияның сайтында жасалады. Сондықтан біздің қолымызда қазіргі таңда түпнұсқа оригиналы бар. Компанияның өнімін алуға тек осы компанияның сайты партнерлары ғана, бір сөзбен айтқан кезде адамдар ала алады. Енді қараңыздар, Джимин Групп корпорациясында қазіргі таңда біздің Қазақстанға негізі 3 направлениесі келді. Бірінші направлениесі манағы бетке шашатын бүрікпес су деп аталады, ол косметика направлениесі. Екінші направлениесі адамның ағзасын тазалайтын өнім, детокс. Үшінші направлениесі біз көз өнімі деп айтатынбыз. Көз өнімінің кішкене құжаттары бір айға созылды, сондықтан сәл сабыр етсеңіздер, көз өнімді направлениесі қосылады. Дәл осы бірінші тұрған пептидный коллаген адамның жасы ұлғайған сайын еті сүйегінен ажырай бастайды. Сол кезде адамдар косметологқа барса, әр косметологтың айтатын нәрсесі бар, бетімізге пептидный укол саламыз дейді. Бір уколдың өзі 65 мыңнан бастап 150 мың, 200 мыңға пептидтің манағы сапасына байланысты құны көтеріледі. Тура сол секілді бізге бетке шашатын бұл бүрікпес су пептидный спрей деп аталады. Бұл спрейдің адамның іштер қабатына 10 минуттың ішінде сіңеді. Оны одан кейін бетіңізді жуған сайын оның әсері, действиясы өте күшті. Осы пептидный спрей коллаген мен жақсы көретін өнім. Ер адамдарға да өте күшті қолайлы өнімдердің бірі. Неге? Өйткені біз ер адамдар бетке крем жағып, жатар кезде осыны азанда біз ондайға күтім жасай алмаймыз да. Бірақ мына бүрікпес су кәдімгі бетке су шашқан секілді спрейді шашып қойып жүре бересің, өте күшті. Маған өзіме қатты ұнайды. Мен бұл спрейді бизнесті бастаған кезде именно осы бүрікпес су спреймен бастаған, 18 адамның бетіне шаштым, 15 адаммен регистрация жасаған өте керемет өнімдердің бірі. Ал мына тұрған пептидный коллаген, оның бір қалтасының өзінде 70% пептид. Дәл осы пептид өнімді шығарған адамға мемлекет тарапынан үлкен сыйақы, біздің теңгемен айтқан кезде 350 миллионнан аса сыйақы берілген пептидный өнім. Но тоже құрамында пептид бар, зығыр бидайы, бізде орыс тілінде льон деп аталады. Дәл осы тұрған өнім
қан тазалайтын өнім, сахарный диабетпен ауыратын, қаны қою адамдарға, жүрегіне стент салған адамдарға бұл ең керекті өнімдердің бірі. Иә, мына тұрған май ыдырататын өнім, бауырды май баспас үшін, адамның жүрек тұсын май баспас үшін бұл керекті керемет өнімдердің бірі. Ал мына тұрған жасыл бұл денедегі және сүйектегі суықты шығаратын өнімдер. Мына қызыл бұл бүйрек қуаттайтын өнім. Иә, дәл осындай қазіргі таңда бізде 7 өнім растамашқа жасалды. Осы өнімдер қазіргі таңда продажада. Иә, ал мына тұрған комплекс детокс бұл адамның ағзасын тазалайтын өнім. Осы бір апталық өнімнің өзі бағасын көріп отырсыздар, 188 мың теңге тұрады. Иә, осы бір аптаға, осы өнім бір аптаға жетеді. Кім осы өнімді бір аптаның ішінде ішеді, осы өнімді қолданған кезде мынау зығыр-бидай, талқан секілді тойымды, мынау коллаген. Бұл да кәдімгі тойымды нәрселер. Сіз бір апта ешқандай тамақ, ешқандай фрукты, шай ішпейсіз, тек қана осы өнімді қолданасыз. Күніне 3 литр жылы су ішесіз. Сол кезде бір аптаның ішінде бізде партнерлардың барлығы күшті результат алып жатыр. Кімнің жүрегінде ақауы бар, кімнің бауырында ақауы бар, кімнің асқазан жүйесінде ақауы бар, кімнің ас қорыту жүйесінде ақауы бар, соның барлығына бұл өте күшті. Неге? Өйткені бауырды да күшті еді, өйткені адамның зрениесі негізі бауырына байланысты. Сондықтан кімнің қаны таза, жалпы қаны таза адамның жаны таза дейді ғой. Сондықтан қан жүйесінің бәрі қалпына келетін керемет өнімдердің бірі бар. Сондықтан бұл өнімді міндетті түрде қолданыңыздар. Мысалы біз ер адамдар 8000 пробегтен кейін машина, мысалы машинаның моторын 8000 пробегтен кейін машинаның моторын майын ауыстырамыз ғой. Қытай елінің партнерлары осы өнімді 3 айда бір қолданып тұрады екен. Біз енді осы жасқа дейін ағзаны тазалап көрген жоқ. Сол кезде ағзамыз тазарады ғой. Ал бұл жақта мына өнім енді жаңадан дүниеге келген секілді адамның ағзасында обновление болады екен, осы комплексті қолданған кезде. Сондықтан бұл комплексті міндетті түрде үзбей қолданыңыздар. Негізі бұны бірінші басында қолданған кезде бір комплекс бір аптаға жетеді ғой. Негізі 3 апта қатарынан қолданып барып, содан кейін барып араға 3 ай салып, 6 ай салып қолданған өте күшті екен. Мына зығыр бидайының өзінің осы очистка тазалып болғаннан кейін жеке-жеке қолдансаңыздар, одан сайын өте күшті. Сондықтан бұның біздегі компанияның өнімі өте күшті. Бізде Ботагөз Нұрпейісова деген апамыз бұл өнім туралы күшті айтады. Біз квантовый медицинамен жасалған керемет өнімдердің бірі деп айтады. Сол кісі сол маған күшті ой салды. Өйткені мен маркетинг жүйесінен бұл жақта партнерларымыз күшті табыстау жатқаннан кейін Ботагөз Нұрпейісова квантовый медицинамен жасалған өнім дегендіктен мен бірден сол тақырыпқа көштім де, бұл маркетинг жүйесі, квантовый скачок, квантовый поле дейміз ғой. Бұл маркетинг жүйесінің күші, табысы өте күшті, сондықтан квантовый маркетинг план деп атады. Өйткені маркетинг жүйесінен расымен де сіз ойламаған жерден күшті табыс табасыздар. Енді қараңыздар, маркетинг жүйесін бастамас бұрын сіздерден бір сұрап алайыншы, дауысым толық естіліп тұр ма, экран сіздерге толық көрініп тұр ма, соны обратный связь берсеңіздер. Өте анық естіліп тұр, анық көрініп тұр. Болды, әдемі. Енді қараңыздар, маркетинг жүйесіне тоқталатын болсақ, квантовый маркетинг план, маркетинг жүйесінің маржасы өте жоғары. Бұл жақта маркетинг жүйесі классика накопительный. Классика накопительный. Бұл жақта осы уақытқа дейін сіздер бинар накопительный естіген шығарсыздар, бірақ бұл жақта маркетинг жүйесі классика накопительный. Бұл жақта бірінші түрлі табыс, реферальный бонустың өзінен сіз бірінші линиядан бастап, 5-ші линияға дейін сіз табыс табасыз. 5 ұрпаққа дейін түсетін табыс дегеннің мағынасын мен қазір толыққанды түсіндіретін боламын. Енді қараңыздар. Сіз мысалы 33.800 теңгеге бұл бизнесті бастайтын болсаңыз, сізге реферальный бонус 10% ашылады. То есть реферальный бонус дегеніміз, сіз партнер болып кіріңіз, клиент болып кіріңіз, сіз бір өзіңізге бір керекті өнімді алғаннан кейін, сіз арқылы алса, бір адам келіп, сіз арқылы осы ақпаратты тыңдап өнімді алатын болса, сізге 10% маржа түседі. То есть 10% табыс түседі. Осыны біз реферальный бонус деп атаймыз. Бұл жақта екінші түрлі код бар. То есть 157.875 теңгемен кіріп өзіңізге керекті 5 өнімді алған кезде сізге 20%-лық реферальный бонус ашылады. Демек ол дегеніміз не? Сіз өзіңіз келесіде бір адам шақырсаңыз, өзіңізге 20% реферальный бонус түседі.
Бірақ мен ескертіп айтайын, 33.800 теңгеге тіркеліп 10% реферал. Өзіңіздің структураңыздан дәл осындай минимальный пакетпен 4 адам личник болып тіркелсін, вебинар тіркелсін, жалпы товарооборот 157.875 теңге болған кезде, 75 теңге болған кезде, сіз манағы 20 әрқайсынан 10% маржа түседі, 20% дәрежеге көтерілесіз. Жаңа классика накопительный деп отқаным сондықтан. Бұл жақта минимальный пакетпен тіркелесіз, еш уақытта үлкен пакетке ақша салып апгрейд жасамайсыз. Келесі 30% пакетпен үшінші линияңыздан, 4-ші, 5-ші вебинарыңыздан тіркелсе де 30% дәрежемен. Оны шақырған адамда 30% дәрежеге, сізде 30% дәрежеге көтерілесіз. Тағы да ескертіп айтамын, бұл жақта классика накопительный, минимальный входпен тіркелесіз, өміріңізде бір-ақ рет ақша салып, өзіңізге керекті өніміңізді сатып аласыз, одан кейін бұл компанияға еш уақытта ақша сатып алмайсыз. Не үшін? Өйткені бұл жақта үлкен пакеттегі дәрежеге жету үшін үлкен ақша салып апгрейд жасамайсыз. Бұл жақта бүкіл товарообороттың бәрі накопительный есептеледі. То есть сіз өзіңіздің салған ақшаңыздан бастап барлығы есептеледі. Сол кезде 491.775 теңге болған кезде сіз уже 30% дәрежеге көтерілесіз. Бұл өте күшті нәрселердің бірі. Екінші, мені қатты ілгені, жаңа айттым ғой, бірінші шикізат өзінен шығатындығы қатты ойландырды мені. Екінші, резервный фондтағы ақшасы ойландырды. Үшінші, манағы классика накопительный деген ойландырды. Төртінші, менде осы үлкен пакетке ақша салып еш уақыт апгрейд жасамайсың дегені қатты ойландырған болады. То есть мен ілген тақырыптарды арнайы айтып отырмын. Ары қарай товарооборот накопительный жинақталған сайын 1.700.000 теңге ақша жиналған кезде сіз уже 40% дәрежеге көтерілесіз. Мен сіздерге айтайын, менің командамдағы партнерлардың барлығы, бір күнде 20%-ға, 3 күнде 30%-ға, бір апта 10 күннің ішінде 40% дәрежеге көтерді. Мен әлі есімде, мен 40% дәрежеге бір аптаның ішінде шыққан кезде, менің счетымда, мен минимальный пакетпен бастадым, дәл осы как раз 34.000 теңгемен бастадым. Бір аптаның ішінде менің қалтамда компаниядан тапқан таза маржам 400.000 теңге болды, және де 1.700.000 теңгенің ақшасын пакетін сатып алғандай мен дәрежеде тұрдым, то есть 40% дәрежеде тұрдым. Сол кезде 400.000 теңгемді есептеген кезде мен 2.200.000 теңге бір аптаның ішінде табыс тапқандай дәрежеде болдым. Сондықтан бұл жақта партнерлар бірінші түрлі доходтың өзінен, осы бірінші түрлі доход реферальный бонустың өзінен бізде партнерлардың айлық табысы 500.000-нан бастап айына 7 миллион теңгеге дейін тұрақты түрде табады. Ол өтірік емес, қазір ол анимация барысында мен сіздерге толыққанды есептеп көрсететін боламын. Енді қараңыз, 17 миллион товарооборот болған кезде сіздің реферальный бонусыңыз 50% дәрежеге көтеріледі. 49.500.000 теңге товарооборот болған кезде сіздің реферальный бонусыңыз 60% дәрежеге көтеріледі. Бірақ мен сіздерге партнер күшті нәрсені айтайын. Тездетіп 60%-ға шығып алыңыздар. 60%-ға шыққаннан кейін личник тіркеудің дейміз ғой, команда өсірудің азарт дегенді бастадым. Мен бизнесті бастаған кезде 4 личникті шақырып бастаған болатын. 60% дәрежеге тіркелгеннен кейін тағы да 4 личник тіркедім. Олармен қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмын. Өйткені өте күшті түседі. Не үшін айтып жатырмын? Өйткені сіз қараңыз, 60% дәрежеде боласыз, бір өзіңізге личник тіркейсіз. Мен всегда маркетинг планды есептеген кезде всегда минималкамен есептеймін. Средний бағамен, максимальный бағамен есептемеймін. Өйткені екінің бір ол бағамен кіре бермейтін болғандықтан мен всегда маркетингті минималкамен есептеймін. Сол кезде мен 60% дәрежеде тұрдым. Мен бір досымды шақырдым, 33.825 теңгемен тіркелді, одан маған 60% түсті. Өйткені ол менің бірінші линия. Ол партнерім өзінің бір адамын шақырды. Ол адам 10% болған соң оған 10% түсті. 10% бен 60%-ның арасында 50% разница бар. Маған екінші линиядан 50% түсті. Көрдіңіз бе? Екінші линиядан 50% түсті. То есть ол партнерім, екінші линияда партнерім 20% дәрежеде, ол өзінің бір адамын шақырады, 30% болсын, Ол өзінің қанша шақырса да, личный болған 20%, 20% пен 60%-ның арасында 40% разница бар. Маған, то есть үшінші линиядан 40% түседі. Бұл өте күшті ақша. Сондықтан мен партнерлар всегда айтамын, 60%-ға шыққаннан кейін сіздің манағы бірінші түрлі табыс реферальный бонустың өзінен айына тұрақты түрде күшті табыс тауып отырасыз. Сондықтан 60%-ға тездеп шығуыңыздар, өйткені 60%-ға шыққаннан кейін сіздерде уже командный бонус бар, тұрақтылық табыс бар, және де реферальный бонустан сіздер уже күшті табыс тауып отырасыздар. Енді қараңыздар,
50%-ға 60%-ға шықсаңыздар да сіздің дәрежеңіз еш уақытта түсіп қалмайды. То есть басқа компаниялардағындай табыс таппасаңыз да міндетті түрде 15 PB-ға активация жасап тұр деген жоқ, немесе личниктарға активация жасап тұру керек деген шарт қойылмаған. Бұнда тағы да тармақталып айтып жатырмын достар. Неге? Өйткені көптеген сетевой компанияларда, көптеген нетворк маркетинг саласында, жүйелі маркетинг саласында сондай шарттар бар. Сондықтан бұл компанияның ерекшелігі сода. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Дәл осы, сіз қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеге байланысты повторно покупка дейміз ғой. Повторно покупкаға байланысты сізге сол скидкалар шығады. То есть 50% дәрежеде болсаңыз, сізге 50% за повторно покупка скидка болады. 60% дәрежеде болсаңыз, сіз повторно өнім алған кезде 60% дәрежеде болады. Басқа жүйелі маркетингтарда, нетворк маркетинг саласында активация сіз міндетті түрде ай сайын жасайсыз. Ал бұл жақта сіз табыс тапқаннан кейін барып активация жасайсыз. Активация бұл жақта при маржинальный активация. Реферальный бонустан сіз бір айдың ішінде қанша табыс табасыз, то тапқан табысыңыздың 10% депозитный счетқа түсіп отырады. Содан сіз активация жасап отырасыз. То есть өзіңізге керекті өніміңізді алып отырасыз. Мен мысалы қазіргі таңда депозитный счетымда 200 мың теңге ақша бар. Соған мен қазір повторно өнім алатын болсам, мен 60% скидкамен 400 мың теңгенің өнімін береді маған. Сонымен мен 400 мың теңгенің өнімін аламын, бірақ компания товар оборотта маған манаға, то есть 33.800 теңгенің өнімін компания маған 14 мың теңгеге беріп жатса, бірақ компания товар оборотқа маған 33.800 теңге толыққанды есептейді. Бұның өзі күшті нәрсе. Өйткені сіздер ертең команда бонусқа шыққан кезде, немесе кім қазір 40%-да, кім 50%-да, солардың тез манағы товар оборотқа есептеніп 50%, 40%-ға, 60%-ға сіздер тез шығасыздар. Өйткені астыңыздағы лидерларыңыз біреу 40%, біреу 30%-бен, біреу 50%-бен скидкамен товар алып жатыр, бірақ товар оборотты сыртқы бағамен есептейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл күшті нәрселердің бірі. Мен арнайы осы бірінші түрлі табыстың өзін мен негізі жарты сағат, бір сағат айтуға дайынмын да. Өйткені мен разбор жасағанда бірінші түрлі табыстың өзін түсініп алған адам болды. Басқа бизнесті еш уақытта бастай алмайды. Өйткені бұл жақта бірінші түрлі табыстың өзінен маржа өте көп. Енді қараңыздар, сіздер 5 реферальный 5 ұрпақтан түсетін табыстың өзін өте күшті табыс табасыңдар. Сол деңгейге тездетіп жеткен кезде сіздер өздеріңіз түсінесіздер. Қазір кім 50%-да, оның астындағы шақырған личниктардың бәрі 40%-да тұр. Кім 60%-ға жетіп қалды, оның астындағы личниктардың бәрі 50%-ға жетіп қалды. Неге? Өйткені бұл жақта товар обороттың бәрі накопительный, күйіп кетпейді. Сондықтан осының бәрін ескеріп түсінсеңіздер болды. Сіздер басқа бизнеске салыстырған кезде сіздер уже плюстарын көріп отырасыздар. Енді қараңыздар. Реферальный бонус, мына жақта мен басқа да бірдеңе сіздерге. Реферальный бонусқа тоқталайық. Қараңыздар. Реферальный бонус старт, например, бизнесті бастау үшін 33 мың мен, 157 мың мен семейный пакетпен бастауыңызға болады. Сіз сол кезде старт бизнесті 33.825 теңгемен бастадыңыз. Өзіңізге бір 3 досыңызды шақырдыңыз өзіңізге. Бір кісі мысалы семейный пакет, то есть клиент минималкамен бастайтын болса, ол адамнан сізге 2392 теңге түседі. Егер екінші адамды шақыратын болсаңыз, VIP пакет дейміз, бір кезде коммунальный пакет деп жазып тұрады, то есть VIP пакет немесе манағы 20% пакетте. Сол кезде сіз манағы минималкамен бастайтын болсаңыз, ол адамнан сізге 11.250 теңге түседі. Егер ол кісі 30% мини склад жасап аламын деп семейный пакетпен бастайтын болса, 43.500 теңге түседі. Егер сіз старт бизнесті 20% пакетпен, то есть 157.875 теңгемен бастайтын болсаңыз, минималкамен бір адам шақыратын болсаңыз, уже 2392 теңге емес, 4758 теңге түседі. Екінші пакетті бастайтын бір адам тіркелсе сіздің атыңыздан, сіз 22.500 теңге көресіз ол адам. Енді семейный пакетпен тіркелсе 87 мың теңге түседі. Бірақ сіз 33.825 теңгемен бастадым, маған аз сумма түседі деп сіздер уайымдамаңыздар, потому что тағы да айтамын, товар оборот накопительный болғандықтан сіз 20%-ға бір-ақ күнде шығып аласыз. Бірақ кімде-кімнің командасы бар, басқа компаниядан келіп толыққанды командасымен кірсем десе, мен ол лидерларға әрдайым айтамын, 30% пакетпен бастаңыздар. Біріншіден қолыңызда өнім болады, көп өнім болады. Екіншіден командаңыз бірінің артынан бірі тіркелгендіктен бұл жақта табыстың маржасы да өте көп. Өйткені сіз
минимальный пакетпен тіркелсе де сізге уже ол адамнан 7177 теңге түседі. VIP пакетпен тіркелетін болса 33750 теңге түседі. Егер максимальный семейный пакетпен тіркелетін болса ол адамнан 130500 теңге түседі. Көрдіңіздер ғой? Айырмашылығы өте көп. Енді қараңыздар, мен бұл түсетін суммалар компанияның себестоимость бағасынан есептеліп тұрған ақшалары. Негізі бұл жақта компанияның несін есептеген жоқпыз. Бұл жақта НДС бар, растаможка бар, доставкасы бар, платежный комиссиясы бар. Соның барлығын алып тастаған кезде түсетін табыстарын есептеп шығардық. Бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Реферальный бонус, реферальный бонусты мен сіздерге толыққанды анимация түрінде енді түсіндіріп айтайын. Сол кезде көздерін жеткізесіздер. Жаңағы айттым ғой. Бізде партнерлардың реферальный бонустың өзіне, бірінші түрі доходтың өзіне бізде партнерлар айына жоқ дегенде 500 мыңнан бастап 7 миллион теңгеге дейін табады дейтін системаны мен қазірге түсінікті ретінде айтамын. Сіз, например, өзіңіз минималкамен осы бизнесті бастадыңыз. Өзіңіздің 3 досыңызды шақырдыңыз, олар да минимальный бизнесті бастады. Бұл жақта мен сіздерге айтайын, достар. Бұл компанияны бастау үшін, бұл компанияда күшті табыстау үшін тек қана 2-ақ қана шарт бар. Өміріңізде бір-ақ рет табара аласыз, максимум 4 адам, минимум 2 адамыңызды шақырасыз. Өйткені сіз түсінген нәрсені басқа адамдар да түсінеді. Сіз басқа адамнан умный емессіз ғой. Сіз түсінген нәрсені басқа адам түсінбейтін дейді. Сондықтан бұл бизнес барлығына қолайлы. Сондықтан кейбір адамдар бар, НДС-тің бағасы көтеріліп кетіп, бұл бизнестің құны неге қымбаттау деп мен айтамын. Компания продуктыны қымбаттатып жатқан жоқ, Қазақстан заңнамасына сәйкес НДС қосылды ғой. Сондықтан мен сіздерге әрдайым айтамын. Өміріңізде бір-ақ рет ақша салып, ай сайын 500 мың жоқ дегенде миллион теңге табыс табатын бизнеске келген кезде 34 мың теңге деген ол қымбат баға емес. Басқа бизнестарда минимальный вход $100, то есть 25 мың теңге. Бұл жақта минимальный вход 34 мың теңге. Сіз өміріңізде үшін оны бір-ақ рет сатып аласыз. Бір-ақ рет за НДС 16% қан екенсіз, соған бола жырғылудың қажеті жоқ. Сондықтан бұл жақта бизнестің мышлениясымен бастаңызшы, сол кезде сіздің бұл бизнесіңіз қарқынды өседі. Сондықтан сол тараптан мен сіздерге толыққанды түсіндіріп айтып жатқаным сондықтан. Енді қараңыз, өзіңіз минимальный 10% бизнесті бастадыңыз, өзіңіздің 3 досыңызды шақырдыңыз, ол досыңыз өзінің 2 досын шақырды. Біреусі минималкамен бастады, біреусі 20% пакетпен шақырды. Сол кезде шақырған адамыңыз автоматты түрде 20%-ға көтерілді. Неге? Жаңа мен сіздерге айттым, бұл бизнес классика накопительный. Минималкамен тіркелесіз, бірақ еш уақытта үлкен пакетке апгрейд жасамайсыз. Мына партнеріңіз автоматты 20%-ға көтерді. Енді қараңыз, сіз де автоматты түрде 20%-ға көтердіңіз. Көрдіңіз бе? Енді қараңыз, бұл екінші партнеріңіз, шақырған партнеріңіз. Екеуінде 20%-ық дәрежеге шақырды. Мына шақырған партнеріңіз автоматты түрде 20%-ға көтерілді. Сіз автоматты түрде 30%-ық дәрежеге көтерілдіңіз. Тағы да ескертіп айтамын. 33.800 теңге ақша салғаннан кейін сіз бұл бизнеске ақша салдыңыз ба? Салған жоқсыз. Бірақ дәрежеңіз бірден сразу 30%-ық дәрежеге көтерді. Көрдіңіздер ме? Күштісі сода бұл. Бұл бизнестің басқа бизнестен айырмашылығы сода. Бұл бизнестің басқа кәсіптен, қалай айтсам екен, теріп айтатын тармағы осы жерде. Енді қараңыз, мына партнеріңіз 10%-ықпен тіркелген партнеріңіз, бірден 30%-ықпен бір досы келді де, тіркелді де. Мини-склад жасап алды 30%-ықтан. Мына шақырған адамда 30%-ға тіркелді, оның үстіндегі 30%-ға көтерілді, оның үстіндегі партнерді 30%-ық дәрежеге көтерді. Көрдіңіздер ме? Анимация түрінде мен сіздерге түсінікті қылып көрсетіп жатырмын. Ары қарай, мына партнеріңіз автоматты түрде тоже 20%-ық дәрежеде тұрады, 30%-ықпен 2 досын шақырды, максимальный пакетте. Мына партнеріңізді 30%-ға көтерілді, мына партнеріңіз автоматты түрде 30%-ға көтерілді. Енді үшінші шақырған адамыңызға тоқталып, сіз 40%-ық дәрежеге автоматты түрде көтерілдіңіз. Түсінікті ғой? Сондықтан мен жаңа түсіндіріп айтып жатқан сондықтан. Бізде партнерлар бір күнде 20%-ға, 3 күнде 30%-ға, бір апта 10 күннің ішінде 40%-ық дәрежеге көтеріліп жатыр деп айтатын сондықтан. Мына партнеріңізға тоқталайық, бір партнерін 30%-ға шақырды, бір партнерін 40%-ға шақырды. Автоматты түрде мына партнеріңіз 40%-ық дәрежеге көтеріп кетті. Сондықтан максимальный түрде
60%-ға тез шығып алыңыздар дейтінім сондықтан, әріптестер. Енді қараңыздар, общий товарооборот сізде 4 миллионнан асты, бесконечно бұл жақта товарообороттың барлығы есептеріне береді. Өйткені накопительный, сіздің 60% дәрежеге шығуыңызға өте қатты үлесін қосатын доходтардың бірі. Енді қараңыз, сіз дәл осылай накопительный товарооборот, мен сізге айтайын, қайтадан түсіндіріп айтайын. 33.800 теңгеге тіркелдіңіз, товарооборотыңыздың бәрі накопительный жинақталып, сіз уже 60% дәрежеге шықтыңыз. Қаласаңыз да, партнерлар, қаламасаңыздар да, клиент болсаңыз да, сіз осы дәрежеге шығасыз. Өйткені компания 60% дәрежеге шығу үшін уақыт бермеген. То есть 2 айдың ішінде шығуың керек, тездетіп 3 айдың ішінде шығуың керек, ондай уақыт бермеген. Көрдіңіздер ме? Сондықтан 60% дәрежеге сіз шықтыңыз. Шыққаннан кейін сіздің өзіңіздің 4 ветіңіз бар. Біреусі 50%-та, біреусі 40%-та, біреу 30%-та, біреу 20%-та. 50%-тағы адамыңыз өзіне бір адамын шақырды. Неге 157.820? Өйткені бүгіннен бастап әріптестер, жаңадан тыңдап отқан қонақтар, күшті жаңалық, бүгін промоушн басталып жатыр. То есть 157.875 теңгеге тіркелген адам біріншіден 20% дәрежеге шығатын болады. Екіншіден, өзіне керекті өнімін алса, бір сыйлықта сыйға береді. То есть 5 спрей алатын болсаңыз, 5 коллаген, немесе очищающий комплекс алатын болсаңыз, сізге бір спрей, то есть 6-сын сыйға қосып береді. 5 коллаген алсын болса, 6-сын сыйға қосып береді. Очищающий адамның ағзасын тазалайтын комплекс алсаңыз, 1 коллагенді қосып береді. Дәл сондай, осы 31-іне дейін сол промоушн болып жатыр, сондықтан старт бизнес. Бүгін тыңдап жатқан адамдар, сіздер күшті мерзімде келдіңіздер, күшті уақытта келдіңіздер. Сәттілік қай кезде болады дейді, дер кезінде бастаған кезде дейді ғой, сондықтан дәл осы кезде сіздер осы ақпарат тыңдап отырсыздар. Енді қараңыз, 50%-тағы адам 157.875 теңгеге бір адам тіркейтін болса, ол адамға автоматты түрде 50%, 60 мың теңгесі түседі. Бірақ 50% бен 60%-ның арасында 10% разницасы бар, сізге 11 мың теңгесі түседі. Көрдіңіз бе? Енді қараңыз, мына лидеріңіз өзінің астынан, глубинасынан болсын, ширинасынан болсын, разница жоқ, 3 адамды шақырады, ол 3 адамнан әрқайсысынан сізге 11 мың теңгеден 33 мың теңге 3 адамнан сіздің шотыңызға келеді. Көрдіңіз бе? Бұл жақта личниктің процентіне қарайды. 5 ұрпақтан түсетін табыс деп отқаным осы, партнерлар. Енді қараңыз, келесі, олар өздерінің адамдарын жеке-жеке шақырып жатады, олар бір айдың ішінде 151 адам болды, командасына товарооборот, әрқайсысынан 11 мың теңгеден сізге 3.861 мың теңге ақша сіздің шотыңызға келді. Көрдіңіз бе? Келесі, мына лидеріңіз, 40%-дағы лидеріңіз өзінің бір адамын шақырады, міндетті түрде. Ол адамда бүгінгі промоушнмен тіркелді. Ол адамға 40%, 48 мың теңгесі түседі. 40% бен 60%-ның арасында 20% бар. 22 мың теңге сіздің шотыңызға келді. Тек қана бірінші түрлі доходтың өзімен әлі разбор жасап жатырмын. Көрдіңіз бе? Бірінші түрлі доходтың өзінен қанша түсіп жатқан сіздер шоттарыңызды көріп отырмыздар. Дәл осылай бізде партнерлар табыс тауып жатыр. Мен соны сіздерге қайта-қайта ескертіп айтып отырмын. Енді мына партнеріңіз глубинасынан 3 адам тіркеді, әрқайсысынан 22 мың теңге, 66 мың теңге ақша сіздің шотыңызға келіп түсті. Енді бұлар өздерінің командалары, әрқайсысы өзінің жеке-жеке адам шақырып отыр, 140 адам, әрқайсысынан 22 мың теңге, 3.080 мың теңге ақша сіздің шотыңызға келіп түсті. Сондықтан айтатын сол, партнерлар 60% дәрежеге тез шығып алыңдар, одан кейінгі мен доходты айта алмаймын. Сіздер күнделікті түсетін доходты айта алмаймын. Сіздер өздеріңізде түсесіздер, бұл ақша қайдан түсіп жатқанын білмеймін, бірақ күшті түсіп жатыр деп айтасыздар да. Енді қараңыз, мына партнеріңіз автоматты түрде 40%-ды 50% дәрежеге көтерді. Көрдіңіздер ме? Келесі, 30% дәрежеде тұрған партнеріңізға тоқталайық. Ол кісі өзіне бір личнигін шақырды. Ол кісі 30% дәрежеде болған соң 36 мың теңге оған түсті. 30% бен 60%-ның арасында 30% разницасы бар. 33 мың теңге сіздің шотыңызға келіп түсті. Ол мына партнеріміз, глубинаңыздағы партнер, разница жоқ, ол қанша шақырса, сіз мына личниктің процентіне қарайды ара қатынасында. 3 адам шақырды, бұл кісі әрқайсысынан сізге 33 мың теңгеден 99 мың теңге сіздің шотыңызға келіп түсті. Көрдіңіз бе? Олар өздерінің адамдарын шақырып жатады, әрқайсысы. 14 адам
әрқайсысынан 33 мың теңгеден 462 мың теңге сіздің счетыңызға келіп түсті. Енді мына партнеріңіз автоматты түрде 40% дәрежеге көтерді. Сондықтан айтатыным бұл жақта табыс таба тұрып, үлкен пакетке апгрейд жасамай тұрып, сіздің дәрежеңізді 60%-ға шығарады дейтін. Сондықтан классика накопительный маркетинг планды мен бірінші рет көремін, достар. Сол үшін де мен бұны өзімнің түсінгенімді жұрттарға жеткізе білейінші деп ашып айтып отырғаным. Сондықтан ары қарай 20% дәрежедегі партнеріңіз, олар бүгін қазіргі таңда бүгінгі промоушнмен 5 спрей, 5 коллаген немесе ағзаны тазалайтын өнімді алса, 20% дәрежеде тұрады. Ол автоматты түрде өз сол ең астынан өзін 20% дәрежемен шақыратын болса, ол адамға 24 мың теңге ақша түседі. Көрдіңіз бе? 24 мың теңге ақша түседі. Және де 20% мен 60%-ның арасында 40% разницасы бар. Сізге мына суманың 40%-ы 44 мың теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түсті. Көрдіңіз бе? Сіздің мына личныйыңыздың процентіне қарайды. Мына кісінің бинасында тұрған адам 3 адам тіркелді. Әрқайсысына 44 мың теңге сіздің счетыңызға келіп түседі. То есть 3 адамнан 132 мың теңге ақша келіп түсті. Көрдіңіздер ме? Ары қарай олар өздерінің командасын шақырып жатыр. Әрқайсысына сізге получается 44 мың теңгеден 176 мың теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түсті. Енді мына партнеріңіз табыс таба отырып, өзі автоматты түрде 30% дәрежеге көтерді. Сондықтан бұл жақта классика накопительный, еш уақытта кішіп үлкен пакетке апгрейд жасамайсыздар деп отырғаным. Сондықтан бірінші түрлі табыс реферальный бонус түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай сіз бірінші 60%-ға шыққаннан кейін, мен әрдайым айтамын, 60%-ға шыққаннан кейін личный тіркеудің азарты енді басталды. Енді қараңыз, әр партнердің мен сіздерге айтайын, 60%-ға шыққаннан кейін әрқайсыңызда оның личниктан болады. Өйткені менің командамда бір мықты лидер бар, оның бірінші линиясында 160 личник бар, достар. Оның личник былай тұрсын, 160 личник бар. Ал сіз ойлап қараңыз, 10 личнигіңіз ғана бар деп айтайын. Екінші линияңызда сізде 100 адам болады, үшінші линияңызда сіздің 1000 адам болады, төртінші линияңызда сіздің 10 мың адам болады, бесінші линияңызда сіздің 100 мың адам болады. Сізде командаңызда 100 мың адам, суммарный общий есептеген кезде 111 мың 110 адам болған кезде, мен сіздерге гарантия беремін, достар. Жоқ дегенде сіздер айына 10 миллион теңге күшті табыс тауып отырасыздар. Бізде партнерлар, осыдан 3 ай бұрын партнерлар, мен спонсорлардың өзі қазіргі таңда айына тұрақты түрде 35 миллион теңге доходқа шығып кеткен. 34 мың теңгемен бастап, достар, айына 35 миллион теңге табыс табатын бизнесқа, былай айтайыншы, бір сөзбен айтайын. Айына 35 миллион теңге табыс тауып отыратын бизнесқа сіз қанша салуға дайын едіңіз? Стабильный маған сондай доход түсіп тұрады десе, мен сондай бизнесқа шыны керек, мен 300 миллион теңге ақша салуға дайын едім. Егер айына стабильно 35 миллион теңге табыс алып кетіп тұратын болса. Ал біз бұл жақта 34 мың теңге ақша саламыз өмірімізде бір ағыры. Оған студент те кіре алады, пенсионер де кіре алады. И ол салған ақшаға біз воздух сатып алмаймыз, өзімізге керекті өнімді сатып аламыз. Итоге ол өмір бойы жалбы түсіреміз да бұл бизнеске. Сондықтан бір нәрсені түсініңіздер. Глобально ойлайтын болсаңыздар, бұл бизнесте әлемдік деңгейде сіздің командаңыз өсетін болады. Тек қана Қазақстан емес. Біз ой өрісімізді бірден кеңейттік. Мына бизнесті әлемде істеу керек қой деп шешім қабылдап, сол тараптан біздің ойымызға қарай, ниетімізге қарай, Аллаға шүкір, қазіргі таңда 4 облыста команда, 4 мемлекетте командамыз бар. Бірінші Қазақстан, екінші Қырғызстан, үшінші Өзбекстан, төртінші Россия қаласында. Дәл солай сіздердің де командаларыңыз өсетін болады. Қарқынды түрде өсетін болады, достар. Сондықтан Тұрсынбек Қабатов күшті айтады, жасымыз 40-қа келгенше машинамен ит ойладық та, глобально масштабын түрде біз армандай алмадық дейді, тек қана өйткені үймен машинамен шектеліп қалдық дейді. Сондықтан сіздер, достар, партнерлар, бұл бизнесқа кірдіңіздер ме? Глобально түрде мақсат қойып, тек қана Қазақстан емес, әлемдік деңгейде команда құрайық. Өйткені бұл жақта 4 жыл бұрын бастаған партнерларымыздың қазіргі таңда айлық табысы 7 миллиард 500 миллион теңге табады. Маған сенбесеңіздер, сіздер шақырған партнерларымыздан сұраңыздар. Мен сол партнерларыммен форумда бірге болып, мен сол кісінің кездесуінде болғам. Содан бастап мен бір адамның өмірін, ол адам, әр қазақ
миллиард демей ақ қояйын, бірақ әр қазақ миллион теңге табыс тауып отса, мен сол кісінің миллион теңге табыс табуына себепші боламын да. Менің қазіргі таңдағы миссиям сол. Мен әрдайым алдыма кездескен адамға айтамын, өміріңде бір-ақ рет ақша саласың, өйткені компанияда екі-ақ қана условия бар. Өміріңде бір-ақ рет ақша саласың, 3-4 досыңды шақырасың. Сен түсінген нәрсені басқа адам да түсінеді. Сондықтан біреу үшін шешім қабылдама деймін да. Сондықтан менде партнерлар басқа, мен классикалық маркетингтарды білемін. Максимальный пакет 300-400 мыңмен тіркеледі, и то командный бонус 13-ші уровеньға дейін, әрі кетсе 24-ші уровеньға дейін береді. Айтамын, бұнда ақша жоқ қой десем, жоқ, бұл жақта ақша бар дейді. Олар бүйтіп идеально есептейді екен де, 5, 25, 125 деп. Мен айтамын, команда өйтіп идеально еш уақыт өспейді. Мен бір айдың ішінде, мен глубинамда 13-ші уровень, былай тұрсын, мен бір айдың ішінде мен глубина 7-8-ші уровеньге кетіп қалғанмын. Мен командаға айтпаймын ғой, ойбай, маған тек 13-ші уровеньға дейін компания доход төлейді, барлықтан 13-ші уровеньға дейін жинақталыңдар. Әркім өзінің шақырған адамы бар, әркімнің өзінің облысы бар, әркімнің өзінің мемлекеті бар да. Сондықтан мен олардың барлығын айтпаймын ғой. Мен мына жақта табыс түспей қалатын болып, 13-ші уровеньға дейін ғана жинақталыңдар. Ал бұл компанияда шектеу қоймаған. Осыны түсініңіздер. Мен всегда айтамын, қарапайым мына тұрған Алматыдан Шымкентке 2-ақ күнге барсаңыз да, сіз 2 күн сол жаққа тек 2-ақ күнге бара жатсыз. Бірақ 2 күнге барсаңыз да, сіз өзіңізге комфортны, қолайлы қонақ үй іздейсіз. Таңғы завтрагы бар, бассейні бар, саунасы бар қонақ үй іздейсіз. Өзіңізге бір сөзбен айтқан. Шетелге, Дубайға, Турцияға қыдыруға, Қытайға, Турцияға барсаңыз да, сіз өзіңізге 4 жұлдызды, 5 жұлдызды қонақ үй іздейсіз ғой, бір аптаға барсаңыз. Потому что бассейн керек, пляжы жақында болу керек, метросы болу керек деген сияқты қолайлы варианттарды іздейсіз. Тура сол секілді үлкен табыс тапқыңыз келіп, үлкен команда құрғыңыз келе ме, командаңызға комфортный маркетинг план іздеңіз. Бұл жақта бізде партнерлар күшті табыс тауып жатыр, бірақ олар комфортный. Бір сөзбен айтқанда, халыққа қолайлы болғандықтан бұл жақта партнерлар күшті табыс тауып жатыр. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Әр айдың 1-нен 10-на дейін командный товарооборот есептелінеді бұл жақта. Әр айдың 1-нен 30-на дейін. 30 күні бітемі, товарооборот обновляется, қайтадан келесі айдан товарооборотымды тағы да есептейді. То есть әділетті түрде есептейді. Енді қараңыз, әр айдың 1-нен 30-на дейін 50 мың теңгеден бастап 11 миллион 250 мың теңгедегі товарообороттың аралығында компания сізге 2%. Осы 11 миллион 200-ден $1 ғана асып кетті ма, компания сізге 4%. 30 миллионнан $1 асып кетті ма, компания сізге 5%. 60 миллионнан $1 асып кетті ма, компания сізге 6%. Өте күшті да. Мен бұны көрген кезде мен басқаша қабылдағам. Ал басқа мен бинарный маркетингті істеген кезде осы 11 миллион 250 мың теңге товарооборот бір жақ қолымнан өтеді, маған бермейді да. Дархан, хотя бы еңбегің бар ғой, хотя бы 1% ал деп берген жоқ та, өйткені екінші жақ қолға маған равновес керек. Көп адамдар ойлайды екен, командный бонус накопительный ма. Командный бонус еш уақытта накопительный ма. Хоть бинар болсын, хоть матрица болсын. Бинардың өзінде де бір жақ қолыңыз накопительный жинақтап тұрады, 60 миллион товарооборот, екінші жақ қолыңызда 60 миллион товарооборот болған кезде хлоп ақша береді, одан кейін болды сгорает, келесі айда одан сізге ақша бермейді, есіңізде болсын. Сондықтан бұл жақта екі жақ қолдан 60 миллион жинап табыс тапқан жақсы ма, әлде общий команданың товарообороттан келесі айда ай сайын аймай беріп тұрған жақсы ма? Сол нәрсені түсініңіздер. Сол кезде маркетинг есептей білсеңіздер, сіз толыққанды түсінесіздер. Әлемдік нетворк маркетинг жүйесінде ең ұзақ жұмыс жасайтын тек қана классикалық маркетинг. Өйткені 60 жылдық MBA тарих, MBA деген сетевой маркетинг бар, Арифлейм бар, Мерекейм бар, олардың барлығы классикалық маркетинг. Олар сосын пирамидаға жатпайды. Ал мен сіздерге ескертіп айтайын, матрица, бинарный маркетингтардың бәрі қойды, ішінде продукты болса да, ол пирамидаға, хайп проектіге жатады. Оның сұранысы негізі өте ауыр. Қытайда мысалы
бинарный маркетинг вообще істемейді. Ол жақта уже пирамида болып есептелінеді, ол рұқсат берілмеген. Ал біз Джимун Групп корпорациясы классикалық маркетинг болған соң Қытайда заңды түрде істейді. Көрдіңіз ба? Заңды түрде істейтін үлкен проектілердің бірі. Сол үшін де Қытайда бізде партнерлардың миллиардтап ақша табатыны сондықтан осы маркетинг жүйесімен. Мына жер түсінікті ғой. Енді қараңыз. Менің прямой спонсорым бірінші айда реферальный бонустың өзінен 7 миллион теңге тапты, қателеспесем. 7 миллион теңге тапты, ал командный бонустан бірінші айда 60 миллион товар оборот жасады. Ол кісіде Алматыда екен, Алматыда бір командасы, Астанада бір командасы, Шымкентте бір командасы болды. Сол 3 командасы бір айдың ішінде 60 миллион товар оборот жасап, ол кісіні 60%-ға шығарды. Және де командный бонустан 60 миллионның 5%, 3 миллион теңге командный бонустан алды. Және де тұрақтылық табыс деген бар, содан 350 миллион теңге алып, бір айдың ішінде ол кісі старттан бастаған кезде 10 миллион теңге табыс тапқан болады. Иә? Сондықтан командный бонус товар оборотымызға қарай сіздерге беріп отырады. Бізде үшінші түрлі табыс, бұл жақта тұрақтылық табыс деп аталады. Командный товар обороттан 60 миллионнан $1 асып кеткен үшін 6%-ға шыққан үшін сізге 375 мың теңге ақша сыйақы беріледі. 8%-ке жеткен кезде 750 мың теңге оклад беріледі. То есть қате түсіп қалып жүрмеңіздер. Командный бонус отдельно төленеді, 90 миллион теңгенің 6% отдельно төленеді. 375 мың теңге отдельно төленеді. Түсінікті ғой, бұл как оклад ретінде. 180 миллион теңгенің командный товар оборотының 8% бөлек төленеді. Және де как сыйақы ретінде 750 мың теңге сыйақы қосымша тағы да сыйақы ретінде беріледі. Көрдіңіздер ғой? Осы алдыңғы айда прямой спонсорымыз Айрагүл ханым командасы товар обороты 450 миллион теңге товар оборот жасап, ол кісі 13%-ға шықты. Ол кісі командный бонустан күшті ақша алды, және де как зарплата оклад ретінде 1 миллион 500 мың теңге сыйақы берді ол кісіге. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мен партнерлар осы алғашқы 3 түрлі табыстың өзінен, то есть бірінші реферальный бонустың, екінші командный бонус, үшінші осы тұрақтылық табыстың өзінен бізде партнерлардың айлық табыстары 25 миллион теңгеден бастап айына 150 миллион теңгеге дейін тұрақты түрде табады. Ол өтірік емес. Тұрақты түрде табады. Алғашқы 3 түрлі табыстың өзінен. Иә? Мен қалған табыстарды қазір толыққанда түсіндіріп өтетін боламын. Осы алғашқы 3 түрлі табыстың өзінен сіздер ертең ақшаның дәмін сезе бастаған кезде сіздерде мен секілді ойларыңызды жеткізуге асығасыздар. Мен қазір мүмкін ойымды жеткізе алмай жатқан шығармын сіздер. Или сіздер түсіне алмай жатқан шығарсыздар, бірақ ақша қалай түсіп жатқанын мен айта алмаймын, бірақ маржасы өте күшті. Квантовый маркетинг план деп сол үшін айтамын. Бұл маркетинг жүйесіне. Ары қарай жалғастырайық. Енді қараңыздар. Тек қана сіз емес, командный бонусқа. Сіздің астыңыздағы лидерларыңыздың да каждый 60%-ға шығып, командный бонусқа шығады. Сол кезде бір командаңыз 11 миллион товар оборот жасап жатады, бір командаңыз 30 миллион товар оборот жасап жатады. Сол кезде әр командаңыздың товар оборотынан сіз разница алып отырасыз. Бұл как матчинг бонус секілді. Бірақ матчинг бонус 10%-ға шыққан кезде деп айтылады, бірақ оған дейін де мына командалық товар оборотының разницасын алып отырудың өзі, мен өзім бұны негізі матчинг бонусқа теңеймін. Енді осыны толыққанда разбор жасайды. Осы кезде көресіздер, тездетіп 60%-ға шығыңыздар дедім ғой. 60%-ға шығып алғаннан кейін тездетіп 13%-ға шығып алсаңыздар. Сол кездегі мен командаларыңыздың астындағы каждый лидеріңіздің товар оборотынан разница қандай сумма түсетінін қазір мен сіздерге есептеп беремін. Сол кезде көздеріңізді жеткізетін боласыздар. Ары кеттік. Енді қараңыздар. Сізде 10 личник бар деп айтты. Менің жаңа айттым, бір лидерімде 160 личник бар. Сондықтан ол лидерім дәлелдеп берді, что бұл компанияда 10 личник тіркеп тастау оп-оңай екенін ол лидерім дәлелдеп берді. Сондықтан ол сіздерге де қиын емес, маған сеніңіздер. Енді қараңыздар. Бір лидеріңіз 11 миллион 200 товар оборот жасады, ол кісіге 2% түсті, бірақ сізге 11%. Сіз сол кезде 13% дәрежедесіз. Мен мысалы алдыңғы айда 11% дәрежеде болдым. Тек қана 13%-ға менде 2% жетпей қалды. Біреуіңіз 10%-да боларсыздар, біреуіңіз 9%-да боларсыздар, сол кезде разницасын есептеп отырыңыздар. Бірақ барлықтарыңыз 13%-ға шығасыздар. Неге? Өйткені маркетинг маржасы өте жоғары. Оны есептей білген адам ақымақ емес, что ол басқа компанияға барып матрица істейтін, или басқа компанияға барып бинар істейтін ол адам
ондай дәрежеге бармайды деп ойлаймын, маркетинг жүйесін түсініп алған адам. Енді қараңыз, 11 миллион 200 товар оборот жасаған кезде ол кісіге 2% түссе, сізге 11% маржасы, 11% маржасы, то есть 11 миллион 211%, 1 миллион 232 мың теңге ақша сіздің счетыңызға кетті. Көрдіңіз ба? Енді қараңыз, мына екінші командамыз 30 миллион товар оборот жасайды, 4% өзіне түседі, бірақ 9% сіздің счетыңызға келіп түседі. То есть 30 миллион теңгенің, қараңыз, 30 миллион теңгенің 9% 2 миллион 700 мың теңге ақша сіздің счетыңызға түседі. Алдында мен осының қалай айтсам екен, несін сезіндім да, что командный бонусқа тез шыққан кезде сізге күшті ақша түседі. Енді қараңыз, екінші командаңыз 60 миллион товар оборот жасайды, оған өзіне 5% түседі, то есть 3 миллион теңгесі. Бірақ сізге 8%, достар, то есть 60 миллионның 8%, 4 миллион 800 мың теңге ақша сіздің счетыңызға кетті. Түсіндіңіз бе? Енді қараңыз, бір командаңыз 90 миллион товар оборот жасап жатыр, оған 6% түседі, ал сізге өзіңізге сол 90 миллионның 7%, 6 миллион 300 мың теңге ақша сіздің счетыңызға кетті. Сезініп жатсыздар ма, әріптестер? Мен айта алмай отырмын, бірақ сіздер қазір эмоцияларыңызды сұраймын артынан, пока күте тұрыңыздар. Енді қараңыздар, сол кезде сіздің счетыңызға кетіп түсті. Келесі 135 миллион теңгенің товар обороты айналды, ол командаңыз, ол лидеріңізге 7% түседі, бірақ сізге 135 миллион теңгенің 6%, 8 миллион 100 мың теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түседі. Мен болашақтағы Сайрагүл ханымда да личник көп, менде де көп, бірақ менің астындағы мана лидер жігіт, Жайдар деген жігіттің 160 личнигі бар ғой, мен ол жігіттің доходын вообще ете алмаймын алдағы уақытта, көз тимесін. Бірақ бұл маркетинг жүйесімен миллиардтап ақша табуға болады, әріптестер, миллиардтап ақша табуға. Ары қарай қозғалады. Енді қараңыз, 180 миллион товар оборот жасап жатқан партнеріміздің 8% өзіне түссе, бірақ 180 миллион теңгенің 5% сіздің счетыңызға келіп түсті. Ойлап қараңыз, 9 миллион теңге ақша. Дальше қозғалайық. 225 миллион теңге товар оборотын жасап, соның 9% өзіне түссе, 4% сізге келіп түседі. 225 миллион теңгенің 4% 9 миллион теңге ақша. Түсінікті ма? Ары қарай. 270 миллион товар оборот жасап жатқан лидеріңіз өзіне 10%, бірақ сізге 3%. Енді қараңыз. 3% аз сумма ғой деп ойламаңыздар. Қараңыздар. 270 миллион теңгенің 3% мен сіздерге есептеп берейін. 8 миллион 100 мың теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түседі ғой. Көрдіңіз бе? Мен дәл осындай дәрежеде болдым. Мен алдыңғы айда командам товар оборот жасады, мен 11% дәрежеге шықтым, сол кезде маған 11% түсті, бірақ 2% разницасы Сайрагүл ханымға түсті. Менің командамның товар оборотынан разница Сайрагүл ханымның өзіне 6 миллион 740 мың теңге ақша түсті, әріптестер. Көрдіңіздер ма? То есть бұл жақта астыңыздан командаңыздың товар обороты өскен сайын сіздің доходыңыз күннен күнге еселеніп отырады. Күннен күнге еселеніп өсіп отырады. Сондықтан мына жақтағы счетыңызға жиналып отқан товар оборотты есептеп отырсыз ба? 49 миллион 232 мың теңге ақша деген ол потолок қой. Мен соның барлығын визуально сіздер елестетсе екен, сіздер осы маркетинг жүйесіне сенсе екен деп, біз осы анимация барысында партнерім бар, ол кісіге де Алла разы болсын, кәдімгі осы жүйемен кәдімгідей жұмыс жасап, слайдта түсіндіру мақсатында осымен біраз жұмыс жасаған болатынбыз. Енді қараңыздар, бұл как матчинг бонус секілді түсіп жатыр біз командалық товар оборот, бірақ матчинг бонус енді басталады. Өзіңіз 13%-ға шығып, астыңызда лидеріңіз 13%-ға шыққан кезде арада разница жоқ қой. Сол кезде сізге матчинг бонус ашылады. Ол қалай? То есть 337 миллион теңгенің товар оборотының 13%-ын алады, ол лидеріңіз, 13%-ын алады. Ары қарай есептейді. 337 миллион теңгенің 13%-ын алады. Сол кезде сізге 30% түседі. Ол 30% деп отқан, примерно ол лидеріңіз 37 миллион теңге табыс тапса, соның 30%-ы 11 миллион 250 мың теңге сізге матчинг бонус болып түседі. Чека дейміз ғой. Сол табыс сіздің счетыңызға келіп түседі. Түсінікті ғой мына жер, әріптестер. Ары қарай жылжимыз. Енді қараңыздар. Бізде
Бесінші түрлі доход, заместитель орынбасар. Мен қасымда Аман мырза да отыр. Слайдпен анимация барысында цифрды көріп, бұл кісі де жанып отыр. Сіздер көріп отқан жоқсыздар, бірақ жүзін мен көріп отырмын да. Ал мен сіздердің жүздеріңізді көре алмай жатырмын ғой. Сондықтан маркетинг жүйесін толыққанды жаттап алыңыздар. Алдағы уақытта командаларыңызға дәл осылай түсіндіресіздер. Заместитель орынбасарлық дәрежеге шыққан кездегі енді доходтар қарай есептейміз. Ол кезде сіздер реферальный бонус бар, командный бонус бар, командный товарообороттан разница алып жатсыздар. Енді заместитель орынбасарлық дәрежеге шыққан кездегі доходтарыңызды есептейміз. Иә? Сол кезде сіздің 4 линияңыздан 60%-ға шығу керек. 4 личный емес, 4 линияңыздан шықса болды. Тағы да ескертіп айтамын. 60%-ық дәрежеге қаласаңыз да, қаламасаңыз да шығасыз, өйткені бұл накопитель. Товарообороттың бәрі накопитель жинақталады. Сол кезде бір айдың ішінде 600 миллион товарооборот болады, сол кезде сіз заместитель орынбасар боласыз. Сол кезде сіз бірінші линияңыздан сізге мана чека-чека 30% шығатын болса, заместитель орынбасар кезде сіз бірінші линияңыздан чека-чека 30% емес 40% аласыз. Сол кезде бірінші линиядағы лидерларыңыз, біреуісі 60 миллион товарооборот жасап жатады, біреу 30 миллион товарооборот жасап жатады, әркім әрқалай жасап жатады да. Сол кезде әркім әртүрлі товарооборот жасап жатады, біреу 60 миллион, 60%. Бір кісі, мысалы, например, 20 миллион теңге табыс тауып жатыр. Сол кезде сізге матчинг бонус, чека-чека 40% сізге автоматты түрде 8 миллион теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түседі. Матчинг бонус, чека-чекасы, сондықтан мен сізге хабарласамын. Енді қараңыз. Келесі линиядағы личныйыңыз болсын, или бұл жақта компрессор бар, достар, қараңыздар. Личныйыңыз 60%-ға шықпаса да, матчинг бонусқа келген кезде бұл жақта компрессор бар, достар. Ол кім 60%-ға шығып, 13%-ға шығады, сол компрессор болады. Сонысына дейін күшті. Енді қараңыз, келесі лидеріңіз 30 миллион теңге табыс тауып жатыр. Одан сізге заместитель орынбасар болған үшін сізге 40% автоматты түрде сіздің счетыңызға келіп 12 миллион теңге түсті. Енді мына лидеріңіз 20 миллион теңге табыс тауып жатыр, оның 40% 20 миллион теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түсті. Енді мына партнеріңіз 100 миллион теңге табыс тауып жатыр, оның 40% получается 40 миллион теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түсті. Көрдіңіз ғой? Бұл бірінші линияңыздан түскен матчинг бонус. Саны одан сайын көп болады. Бір лидеріңіз 10 миллион теңге табыс тауып жатыр командный бонустан, оның саған 10% миллион теңгесі келіп сіздің счетыңызға келеді. Бір лидеріңіз 20 миллион табыс тауып жатыр, оның сізге 10% 2 миллион теңге. 30 миллион теңге табыс, 40 миллион теңге, 50 миллион теңге табыс тауып жатыр, оның әрқайсысы сізге 10% 12 миллион теңге табыс сіздің счетыңызға келеді. Дальше 60 миллион теңгенің 10% 6 миллион теңге сіздің счетыңызға түсті. Енді қараңыздар, матчинг бонус осылай түсе ма деген сұрақ болады шығар. Бұл компанияда матчинг бонус тұрақты түрде ай сайын алып отырасыз. Неге білесіз бе? Потому что бұл жақта сіздің командаңыз бинарный маркетинг емес, каждый дисбаланстан страдать етіп отқан жоқ. Әркім ай сайынғы товарооборотын нақты алып отырады, соның есебі бойынша сізге де матчинг бонус тұрақты түрде түсіп отырады да. Көрдіңіздер ме? Тұрақты түрде түсіп отырады. Сол үшін де бұл табыс, матчинг бонус, дәл таңда, қазіргі таңда мен айтып отырмын ғой, 150 миллион, 250 миллион, 7 миллиард, 500 миллион табыс тауып отқан адамдар осындай дәрежеге шығып алған, сол үшін де оларға күшті табыс түсіп отыр. Түсінікті ғой, әріптестер. Енді қараңыздар. Ары қарай кеттік. Сол кезде 15 миллион теңге табыс түсті. Енді қараңыз, жаңа заместитель орынбасар болып отқан партнеріміз директорлық статусты. Ол кезде сізге матчинг бонус, чека-чека негізі 4 линиядан ашылады. Ол кезде сізде 8 линияңызда 60%-ық дәрежеге шығу керек. Тағы да ескертіп айтамын, 8 линия, ол 60%-ық дәрежеде накопитель, қаласаңыз да, қаламасаңыз да шығасыз. Сондықтан бұл жақта 8 личный қиын ештеңе тудыртпайды. Кім қазір 50%-ық дәрежеде, оның бүкіл личниктары 40%-да тұр. Кім 50%-ық 60%-ық дәрежеге жетіп қалды, оның личниктарының бәрі қазіргі таңда 50%-ық дәрежеде тұр. Сондықтан артымыздан қуалап келеді бүкіл командамыз. Сондықтан бұл қиындық тудыртатын нәрсе емес. Енді қазіргі таңда біздің осыдан 3 ай бұрын бастап кеткен бүкіл партнерларымыздың
басты мақсаты целі осы директор болу, директорлық статусқа жету. Директорлық статусқа бір жылдың ішінде жеткен партнерларға вышестоящий спонсорларымыздың атынан қазіргі таңда Мерседес автокөлігін промоушнға жариялаған болатын, оны ұмытпаған шығарсыздар, иә. Оның барлығын ескеріп арнайы айтып отырмын. Сол кезде товарооборот 1.500.000 теңге болу керек. Сол кезде сіз бірінші линияңыздан 50% аласыз, екінші линияңыздан 20%, үшінші линияңыздан 10%, төртінші линияңыздан 5% аласыз. Сол кезде бірінші линияңыздағы партнерлардың айлық табыстарын есептеп көрсетейін. 37 миллион теңге табыстау болса, одан сізге 50% 18.500.000 теңге табыс түседі. Тек қана матчинг бонустан. Ана партнер 37 миллион теңгені онсыз да тауып отыр, достар. Өйткені үш ай бұрын бастаған спонсорымыз Айрагүл ханымның айлық табысы осы табыстың ар жақ бер жағында. Сондықтан бұл дәлел ретінде айтып жатырмын да сіздерге. 42 миллион теңге табыс тауып жатқан партнеріңіздің матчинг бонус сізге 50% 21 миллион теңге табыс сіздің шотыңызға келеді. Тек қана матчинг бонустан. Оның командный бонусындағы товарообороттың разницасын айтып жатқан жоқпын. Ары қарай партнерларыңыздың 45 миллион, 50 миллион, 70 миллион табыс тауып отқан партнерларыңыздан матчинг бонус чека-чека 50%, 53 миллион 500 мың теңге табыс. Көрдіңіздер ма? Ары қарай 80 миллион, 90 миллион товарооборот түскен адамдардан 85 миллион теңге түседі. 100 миллион теңге табыс түскен партнердан сізге соның 50%, 50 миллион теңге түседі. Каталогта осындай дәрежеге жету керек. Өйткені дәл осындай дәрежемен қазіргі таңда Қытайдағы партнерлар алып жатыр осы ақшаны. Сондықтан бұл деңгейге жету керек. Ары қарай енді есептеп қажет емес деп ойлаймын. Екінші линияңыздан 20% түскен кезде ақшаларыңыз дәл осылай түседі. Үшінші линияңыздан 10%-лық дәрежеге келген кезде әрқайсысынан ақша ерекше түсіп отырады, жеке дара түсіп отырады. Төртінші линияңыздан 5% адам саны одан сайын көп болады. Олардың да әрқайсысынан сіздерге жеке ақша күшті түсіп отыратын болады. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Общий источник доходты есептейік. Директорлық статусқа шыққан кездегі сіздің доходыңызды минималка түрде есептеп шығайық. Реферальный бонустан 10 миллион 745 мың теңге табыс таптыңыз. Командный бонустан 21 миллион 561 мың теңге табыс таптыңыз. Премия ежемесячныйдан 1 миллион 500 мың теңге табыс таптыңыз. Разница от товарооборота. Разница от товарооборота. Түсінікті болды. 67 миллион 200. Заместитель орынбасарлықтан 116 миллион теңге табыс таптыңыз. Директорлық статусқа келген кезде, көрдіңіз ба, матчинг бонустың өзінен сіздер 314 миллион 400 мың теңге табыс таптыңыз. Біз примерно просто жобалап есептегеніміз. Жалпы айтқан кезде 500 миллион табыс тауып отырсыңыз. Осының сіз даже 20%-ын таптым дегеннің өзінде де сіздер 200 миллион табыс тауып отырасыздар. Бұл рас нәрсе. Біздер бұны жоққа шығармаймыз. Бұл маркетинг жүйесінің маржасы дәлелденген. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. Бұл компанияның маған қатты ұнағанын айтайын ба? Біріншіден классика накопительный, екіншіден вход доступны, үшіншіден үлкен пакетке еш уақытта апгрейд жасамайсыз, төртіншіден командный бонус бесконечный глубинадан береді. Алтыншыдан бұл жақта ай сайын активация жасау деген шарт қойылмаған, 60%-ға шығу үшін уақыт берілмеген. Сондықтан бұл бизнес енді бір сөзбен айтқанда комфортный. Кезінде мен Астанаға барған кезде бір досым айтқан, шақырып отқан бизнесім досым жалпы қалай өзі деп. Сол кезде бірақ нәрсемен жауап берген. Бұл бизнес комфортный деп. Шаршайсың командаға адамдарға түсіндіріп, бірақ әдемі шаршайсың. Сондықтан бұл бизнестің күштісі сода. Түсінікті ғой, әріптестер. Маркетинг жүйесі. Байттарын жібере бермеңдерші қайта. Маркетинг жүйесі аяқталды. Маркетинг жүйесі бойынша сұрақтарыңызды қойыңыздар. Логистика жөнінде сұрақты Ерзатқа қоясыздар. Сол тараптан шешіп жатыр. Сұрақ бола ма? Болады. Маркетинг жайлы бәрі түсінікті ғой. Мына логистика болғанда басқа шетелдерге товар доставка қалай болады, и ақшасы қалай есептелінеді? Теңгеден басқа или юанда есептеліне ма? Например, Германияға біз заказ берсек, Германияға неменен төлейміз? Компания осы уақытқа дейін юанмен есептеп жатыр. Қазақстанда да юанмен түсіп жатыр ақша. Сондықтан бүкіл мемлекетке юанмен есептелінеді. Значит, просто внутренний трансфер болады, да? Иә.
Доставка қалай сұрақ болады? қоюға бола ма? Доставка жағынан қазіргі таңда тек қана Қазақстанға ғана ғой, СНГ бойынша қай мемлекетке заңды түрде кіреді, сол бойынша доставка жеткізілетін болады. Өзбекстанға қалай жіберіп жатырсыздар? Өзбекстанға Қазақстан арқылы жіберіп жатырмыз. Қазпочта болсын, международный почта, СДЭК арқылы болсын, иә. Немесе Ташкенттің автобустар арқылы. Метод көп қой енді қазір. Негізі Европаға бағана Ардақ ханымнан сұраған кезде қазір бізде Америка қосылып жатыр, Малдив қосылып жатыр, общем көптеген елдер қосылып жатыр. Сол себепті сұраған кезде Корея қосылып жатыр. Европаға таупост арқылы шығаруға болады екен деді негізі. Оның барлығын анықтап біліп сіздерге айтамыз деді. Өйткені бізде уже кеше Америка қосылды, бүгін Корея қосылды менде міне командамызда. Сонда Ардақ ханым айтты, таупосты арқылы алып береді пока. Заң түрде ашылғанша таупост барады екен деді. Нақтысын қанша шығатын барлығын есептеп айтып береді сіздерге, иә? Қашан айтады? Сұрақ қоюға бола ма? Мынау спрей жайында сұрақ қояйын деген едім. Жаңа жуған сайын эффект күшейеді дедіңіз ғой. Ол қалай сонда? Спрейді айтамын да. Спрей 10 минут ішінде сіңеді дедіңіз. Не результаты байқалады дедіңіз. Сол жуған сайын эффект күшейеді деген қалай түсінуге болады? Қараңыздар, пептидный ол іштер қабатыңызға сіңген кезде, оның су тиген кезде адамның кейбір мына бетке макияж жасайтын адамдар біледі, бетін жуғаннан кейін беті салбырап кетеді, бұл жақта ондай нәрсе болмайды да, түсіндіңіз ба? Эффекті жүйесі сондай. То есть бұл жүзіңізді күннен күнге нұрландырады. Бұл мына телефонның жаман волнасынан да қорғайды. Адамның жүзі мына телефон, ноутбуктар адамның жүзін мұрнын алып тастайды ғой, қанша деген радиация болғандықтан. Ана спрейдің күштісі, эффектісі сондықтан. Спрейді неше күніге неше рет қолдануға болады? Қалағаныңызша қолдану бересіз, шектеу жоқ. Негіз продукт бойынша болады ғой маркетинг, ол бөлек болады. Кешегі Дархан мырза, кешегі Ботагөз ханымның приложение жөнінде айтқан нақтылап айтып жібересіз бе? Нақтылап ақпаратты толық білмеймін. Ана Face ID мен диагноз қойылатын деді ғой, кеше приложение болады деп. Болады, міндетті түрде болады. Негізі бізде қазір сайт толыққанды орысшаға интеграция жасалған жоқ қой. Мына Қытайдың өзінің сайтында искусственный интеллект чат GPT-лар бар. Спонсор жауап беріп үлгермей жатқан кезде, сол сұрақтарыңызды солардың чаттарына қойса, өздерінің сайттардың ішінде бар, искусственный интеллект толыққанды жауап береді. Мана өнім туралы, сұраққа байланысты, системаға байланысты. Сол интеграцияның барлығын алдағы уақытта ағылшын тілінде де, орыс тілінде де болады. Соның барлығы жасап жатыр. Маркетинг бойынша сұрақ қойыңыздар. Маркетинг бойынша сұрақтарыңыз болса? Дархан мырза, өте жақсы, керемет түсіндірдіңіз. Сұрақ жоқ ешқандай. Сұрақ бар. Например, ақшасы айына төлене ма, или сол күні төлене ма, қалай төленеді? Каспиге төлене ма, или басқа банк арқылы төлене ма, қалай түседі? Өзіңізге жеке кабинет ашқаннан кейін, өзіңіз қалаған кезде товарға өнімді заказ берсеңіз болады. Бұл компанияда жаңада ескертіп айттым, өміріңізде бір рет ақша саласыз, өзіңізге керекті өніміңізді аласыз, одан кейін компанияға ақша салмайсыз. Оны түсіндік қой, оны түсіндік. Енді алу жағын айтып жатырмын мен. Ақша түсіп жатыр, ал пәлен миллион түсіп жатыр, оны мен қалай обналичка істеп аламын, и одан түсетін налог төлене ма, төленбей ма? Әрине, Қазақстан заңнамасына сәйкес өзіңізге түскен суммадан налог төлейсіз ғой. Маған қалай түседі ақша? Мен қалай перевод қылып аламын? Сіз болсаңыз карточкаңызға аударады, юридический лицо болса етіңізге аударады, компания өзі аударып береді. Оның түрін ақшаны компанияға жібересіз, компания сіздің шотыңызға аударады. Эфир сақталады ма? Компания. Дархан мырза, тағы да бір сұраққа жауап беріңізші. Сіз бағана айттыңыз ғой, акция басталды деп. Бүгіннен басталды ғой, қанша уақытқа дейін? 31-іне дейін болады. 5 көз, 5 спрей, 5 коллаген, 5 зығыр бидайы, ағза тазалығы. Очистка алса, қандай өнім қосылады? Коллаген қосылады. Анда кабинеттеріңізге кірсеңіз, коллагеннің суретін бір бұрышына. Осы эфир сақталады ма? Эфирде біз жақта жауапты Еркін мырза, сол кісі. Сақталады. Рахмет, жақсы болатын. Дархан мырза, бәріне қайырлы кеш. Сұрақ.
қоюға бола ма? Сіз мынау жаңағы маркетинг план туралы айтып бердіңіз, өте тамаша, рахмет. Мен өзім осы жаңағы қойылып жатқан сұрағымды өзіме аштым, білем, бірақ та мына жақта көп қонақтар отыр, жаңа келген партнерлар бар. Мынау, если, допустим, спонсорымыз жаңағы личный партнермен 30%, я болмаса 40% одинаковый болғанда, сонда жаңағы спонсор партнернан табыс көрмейді, иә? Солай деп түсіндім. Қараңыздар, табыс көрмейді емес, табыс көрген кезде қандай? Потому что сіз 30% дәрежеде тұрғанмен, оның табысы сізге есептелмеген, бүкіл товар оборотыңыз 40% дәрежеге, сізді 60% дәрежеге шығарады олар. Бұл жақта табыс көрмейді деген бұл жақта 30%, 60% тепе-теңдік дәреже болып қалған кезде, ол плюсы сода, потому что астыңыздағы лидерлеріңіз сіздің командаңызды қуалап келе жатыр. Ол манағы система бойынша оны сызып көрсетіп түсіндіре аламын да, бұлай түсіндіре алмаймын. Бірақ ол сіз өзі тек санаулы уақытта ғана бір-екі заказдан ғана табыс көрмеңіз, бірақ ары қарай сіз 40% дәрежеге көтересіз, сол кезде табыс түсе береді. Бұл жақта товар оборот үстіңізден миыма өтіп кетпейді еш уақытта. Дархан мырза, сіз қанша уақыттан бастап жұмыс істеп жатсыз осы компанияда? Болды, 3 ай. Молодец. Сұрақ қоюға бола ма? Болды. Мен естіп тұр ма мені? Естіліп тұр, айта беріңіз. Алло. Мен қостым ба? Гүлпан, естіліп тұр. Иә. Менің сұрағым жаңағы сіз, мен мысалы 10%-те тұрмын, иә? Сізді акциямен 5 продукт алсам, сонда маған біреу подарка, а еще 10% скидка бола ма, ол оған кірмей ма? Иә, сіз 10% дәрежеде тұрсыз, астыңыздан бір партнеріңіз бүгінгі промоушнмен 5 спрейге заказ берді, 6-шысын сыйлыққа берді, сізге 10% түседі, одан кейін сіз автоматты түрде 20% дәрежеге көтеріліп кетесіз. Жоқ, ол айтайын деп отырған. Мен айтып отырмын былай, мен мысалы вторичный алам ғой бүгін 5%, 5% маған 10% скидка бола ма, 10% болмайды? Сізге 10% скидка беріледі, және де бір өнім қосып береді, және сіз 20% дәрежеге көтересіз. Жақсы, рахмет. Мына жерде айта кететін нәрсе, мына жерде бір нәрсе ескертіп кетейін, барлықтарыңызға. Скидкамен 10% алам, или скидкамен 20% алам дегенше, бір адамды жазып жіберіп алған сіздерге выгодно. Ертең ол обороттарыңызға қосылады. Бәрібір сол ақша сіздерге түседі. Дұрыс айтасыз. И 20%-ға автоматически көтерілесіз. Иә. Еще сіздер зарплата аласыздар. Дархан мырза, тағы сосын мындай сұрақ қояйын деп тұрғаным. Енді мынау налог төлеп жатыр, иә? Біз налогты төлейміз ба, төлемейміз ба? Сондай сұрақ. Жоқ, өзіңізден түскен табысыңыздан налог төлейсіз, потому что ол сіздің өзіңіздің счетыңызға аударасыз. Как ИП ретінде өзіңізден, как доход ретінде обороттың барлығы сізге ИП-сі бар адамдар түсінеді ғой, өзіңіздің кәсібіңіз бар, өзіңізге обороттың бәрін ақшасын бәрін налог төлейсіз ғой. Сол секілді бұл компаниядан түскен табыстан сіз міндетті түрде налог төлейсіз ғой. Ол заңды түрде ғой. Дархан мырза, ИП-ні қай уровеннен бастап ашқан дұрыс дейсіз? Енді бізде Қазақстанда қазір миллион теңге асып кетсе басың бәлеге қалатын болды ғой, сондықтан бұл жақта аша беріңіздер, потому что бұл жақта доход көп партнерлер. Мен сразу айтайын. Дархан мырза, менде бір сұрақты. Мен мысалы 30%-ға сразу семейный пакет алып тіркелдім ғой. Енді мен бұл маркетингті особо дұрыс түсінбеген кезде басында екінші қайтарда лично тағы да 30%-ға семейный 495 мыңға мен тағы да заказ бердім өзіме. Өзіңізден заказ бердіңіз? Иә, өзіме вторичный заказ бердім, кабинеттің ішінен. Енді мен 40%-ға шығуым үшін команда жинауым керек па? Менде тек қана мысалы 2 адам ғана тіркелген. Осы менің өзімнің оборотым өзіме 40% болып есептеліне ме? Мысалы команда жинап, дәл ол кісілер мысалы 10%, 20%-ға шығарған кезде мендегі товар обороты өзіме заказ берген. Оборотым есептеліне ме? Өзіңізге оборот өзіңізге есептелінеді, бірақ ол үлкен веткаға есептелінеді. Сондықтан манағы енді прямой спонсорларыңыз айтпаған шығар, или сіз асықпен скидкамен заказ беріп қойдыңыз ба? Бұл жақтан за регистрация компания еш уақытта $5, $20 ақша сұрамайды. Сондықтан партнерлар керісінше 30%-пен тіркелейін деп жатсыз ба? Манағы мен просто бизнестік опытымнан советіммен айтайын. Лучше мана істейін деп тұрған бір мықты лидердің атынан сол кабинетті ашып беріңіз де, өнімді өзіңіз аласыз, зато ол кісіге 30% дәрежеде тұрған кабинетті подарить етесіз. Зато ол сізге рахметім деп, сізге ат души жұмыс жасайтын болады. Сол тараптан маркетингті түсінбей қалдық та, сол вторичный 30%-бен тағы да 495 мыңға заказ бердік. Бәріміз де сөйтіп басында қателік жібердік, ода тұрған ештеңе жоқ.
Ол еш енді уақыт- ол ертеңгі күні мен команда жинап бастаған кезде мысалға жаңағы 40%-ның товар оборотына есептелді ма менің кабинетімдегі ақша? есептеледі күштісі содан. сұрақ осындай маркетинг бойынша сұрақ бар еді менде, Дархан маркетинг бойынша. Дархан мырза, бір сұрақ міндетті түрде жауап беріңізші. Мына жерде жаңадан қосылып тұрған партнерлар бар ғой. Көбінесе партнерлар тіркеледі да, содан кейін просто жүре береді. Қазір дер кезінде бастаған дұрыс жағынан кішкене түсініктеме беріңізші соларға. Потому что кейбір адамдар ұзағынан отырып алатындар бар да, қанша уақытта кеш қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Осы тақырыпта күшті қозғалайықшы, презентация барысында осыны түсіндіріп айтайыншы. Қараңыздар, Қазақстанға сондай маркетинг жүйесі келді, минимальный входпен бастап, айына жоқ деген кезде 35 миллион теңге табыс табатын жүйе болды. Традиционный бизнесті айына 35 миллион теңге табыс табатын бизнесті бастау үшін традиционный бизнесте 300 миллион ақша саласың. Ол біріншіден. Екіншіден, бұл жақта екі адам шақырғаннан қара бет болмайтын өнім бар. Өйткені өнімдердің барлығының сапасы өте жоғары. Маркетинг жүйесі ол адамды кредитқа тығатын, бір қораға кіргізетін проект емес, потому что біз ожидание, прогнозбен өмір сүретін инвестиционный проектті маркетплейс ұсынып жатқан жоқпыз, әріптестер. Бұл жақта заңды түрде Қазақстанға тіркелген, абыроймен арқаның кеңге жазып жұмыс жасайтын бизнес келді. Бұны традиционный бизнес ретінде салыстырып істесеңіз де болады, команда құрып істесеңіз де болады, өз еркіңізде. Сондықтан кім бұл бизнесті бастады, еш уақыт жоғалтпаңыздар. Компанияның екі-ақ қана условия бар, айтамын, соны әрдайым айтамын. Осы екі условиясын орындап тастайсыз, саған всю жизнь ақша түседі. Америкада бұны домашний бизнес деп атайды. Үйіне екі досын шақырады, екі чашка кофе береді. Өйткені өзі өмірінде бір-ақ рет товар алады, екі чашка кофе береді, маркетинг жүйесін түсіндіреді. Болды, әркім үйіне барған соң тура сол дупликацияны жасайды екен. Олар осы бизнесті бастау үшін бір продукт алады, екі адам шақырады, одан кейін адам шақырмайды екен. Бірақ Америкада үйде жатып мультимиллионер шыға береді осы бизнесте. Дәл сол система бізге келді, әріптестер. Мен өзім бұл бизнесқа кірген кезде рас айтайын. Менде қазір үлкен команда көп, мен шақырғаным тек 7 адам, білесіз бе? Ең басында стартты бастаған кезде. Мен бұл жақта команда әркім менің дупликациямды қайталады. Сол себептен де өмірдің условиясы пенсияға шыққанша неше түрлі шарт қояды. Ал бұл компанияда тек екі-ақ қана шарт бар. Өмірінде товар аласың, бір товар аласың. Максимум 4 адам, минимум 2 адам шақырасың, болды. И сол сіздің дупликацияңызды қайталайды.